Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін мен бір тәжірибе жасағым келіп тұр. Үй жағдайында бар. Яғни аптекада сатылатын бізде С витамині бар емес пе? С викап. Балаларға беретін витаминдеріміз. Соның құрамындағы С витамині таза ма? Соны анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге йод керек болады міндетті түрде. Содан кейін жаңағы С витаминін алсақ болады. Енді йод пен С витамин екеуі қосылған кезде бізде оның қайдан білеміз біз мұнаның бар екенін? Бұны біз йодты түссіздендіріп жіберу керек химиялық реакция жүрген кезде. Ал ендеше кеттік, осы реакцияны сіздермен бірге жасап көрейік. Қазір осы йодты біз мынау ыдысқа тамызатын боламыз. Осыншама мөлшерде тамызайын. Кейіннен осының үстіне С витаминін, яғни С викап, кәдімгі аптекада сатылатын балаларымызға беретін витаминді тамызып көрейін. Бірнеше каплет тамызып көрейін. Бұл түссіздендіріп жіберу керек негізінде. Соны анықтайтын боламыз қазір. Осы жететін шығар мүмкін. Енді осыны көрейік. Яғни құрамында С витамині бар ма екен? Мінекей. Түссіздендіріп жіберді толықтай біздің ертіндімізді. Яғни осы С витаминін бізде аптекадағы С викап витаминін қорықпай балаларыңызға иммунитетін көтеруге осы витаминді берсеңіздер болады. Құрамындағы витамин бізде таза болып шықты. Осындай тәжірибелер, үй жағдайындағы тәжірибелер тағы да керек болса, астында комментарийға жаза кетіңіз.